Дінаралық диалог әртүрлі дін өкілдерінің өзара құрмет негізінде пікір алмасып, түсіністік орнатуы. Бұл диалогтың басты мақсаты діни сенімдеріне қарамастан ортақ құндылықтарды табу, қоғамдағы келісімді нығайту. Дінаралық диалог тек діни мәселелерді талқылаумен шектелмейді. Ол мәдениет, білім, адамгершілік сияқты салаларды да қамтиды. Бұл байланыс адамдар арасындағы сенімді арттырып, қақтығыстарды алдын алуға ықпал етеді. Қазақстанда дінаралық диалогты дамыту мақсатында түрлі халықаралық шаралар өткізіледі. Соның бірі әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі. Бұл шара әртүрлі дін өкілдерін бір алаңға жинап, өзара түсіністік пен бейбітшілікті нығайтуға бағытталған. Мемлекет тарапынан барлық діндерге тең мүмкіндік беріліп, діни сенім бостандығы қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда әлемде діни қайшылықтар орын алып отырғандықтан, диалог пен толеранттылықтың маңызы бұрынғыдан да арта түсті. Дінаралық диалог бейбіт қоғам құрудың басты шарттарының бірі. Әртүрлі дін өкілдерінің өзара құрмет пен түсіністік негізінде өмір сүруі тұрақтылықтың кепілі болып табылады. Сондықтан әрбір адам толерантты болуға, өзгелердің сеніміне құрметпен қарауға ұмтылуы тиіс. Бұл бейбіт және үйлесімді қоғам қалыптастырудың негізі.